Сондай таратушыға бағалау қарам беріп қояйын. Білесіңдер, бұл жерде сабақтың әр кезеңі бойынша өздеріңді жұлдыз шарты бағалайсыңдар. Мысалы, өткен тақырып еске түсіруде қаншалықты жауап бердіңдер, өздеріңдер соны жұлдыз шарт қойып отырамыз. Ең соңында бізде нақты шынайы бағамыз шығатын болады. Сабақтың үстінде бағытымен бағалап өтемін. Әркім өзіне ұмытпаймыз сабақ кезеңінде. Physical quantities and their definitions, units. I think so. Okay, I will check your previous lesson using by a few questions about these physical quantities. Okay, the first question is what is electric current? I'm please. Is she right? Yes. Yes. Okay. Well done. Very good. The next one. What measures current? Yani elektrikal kimya bizim gözlemlerinin ve onların formulasının жазылады. Elektrikal kimya o potansiyellerin ayrılmasına tiyiniyor. Do you agree, please? Yes. 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 Very good. What measures resistance? And the figure, please. Resistance is measured with an ohmmeter. By ohmmeter. Yeah. The last one. What does good remember this lesson? And I would like to this. Okay. Our next task is very good. Халықаралық білікке жүйесі, яғни Си жүйесі бойынша жұмыс немен өлшенеді? Яғни жұмыстың өлшемділігі. That's why. Яғни жұмыстың өлшемділігі бізде джоулмен өлшенеді. Солай ғой? Егер Ньютон деп шатасып жатыр, яғни Ньютон деген бізде күшті өлшем бірлігі. Уақыт. Кернеу қандай әріппен белгіленеді? Өлшем бірлігі емес, әріп сұрап жатырмыз. Қандай әріппен белгіленеді? Дидар көзі көрмей жатыр, я? Біріншісі P, R, U. Яғни біз P мен қандай шаман белгілейміз? Қуат. Өте жақсы. R мен кернеуді белгілейміз. Зарядты табу формуласы. Зарядты ваттмен деген сияқты приборлардың суретін беремін. Соны құрастырамыз. Яғни сол кезде бізде бүгінгі қажетті тақырыбымыз ашылатын болады. Бірінші жіберейік. Скотчтан алып қойсам. Сөйтіп алып жібереміз. Скотчпен әкелейік. Яғни бұл жерде белгілі Жоқ, 10 метр. 10 метр. Яғни белгілі айналған құрал. Енді бізге шықты электр тоғының жұмысымен қуаты. Яғни бүгінгі балалар, бүгінгі тақырыбымыз міне осы дәптерімізді ашамыз да жазып аламыз. Және тоқтың пайдаласының коэффициентінің формулаларын есептеп шығаруда пайдаланып. Яғни бүгін біздің оқу мақсатымыз осы тақырыпты ыстық суға, суға дейміз, газға қойылар, соның барлығы электр санаушыда осы бізде физикалық құрал болып табылады. Жаңа айттым, біз бүгінгі тақырыбымыз джоуль Ленц заңы, екі ғалымның бірігіп бір формуланы бізде жаңа басында А мен берді. Яғни жұмыс деді. Ал бізде джоуль берді, ол өз жерінде соған келді. Тыңдаймыз қалған екі сот, әсіресе қуат және уақыт сот тыңдаймыз. Ток күші 1,28 болса, электр тогы 5 минутта қандай жұмыс жасау екенін табу керек. Неше жылы бөлінгені Q-тен ток күшінің квадраты көбейтілген кедергі көбейтілген уақыт.
Voltage. Токшы. Current. Электрикалық жұмысы. Work. Electric current. Şeyleri. Resistance. What? Power. Julian Summers. The law of Joule. Okay. I have finished. Okay, read the first part. Ajam, please. The rate at which electrical energy is converted in the other form of energy is called electrical power. Electrical power. Next part. Electrical power is the product of currents under voltage. Lamp, a special design circuit element for project electrical devices from too much current. Next part. Janet, please. A known converts electrical energy into large and inert energy. Elektrik kenevi in English voltage. Төртіншісі Біріншісі кім жауап береді efendim? Назым айтады. Joule and summer. In English арнайы сөйлемдерді айтады ғой. Сендерге осы әдістерді пайдаланып отырып, қазір өзім есеп жасап